Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Маған жалпы енді ата-аналар тарапынан бірнеше сұрақтар келіп жатыр екен. Осы TikTok'ты пайдаланып сіздерге сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Жалпы сұрақтың бірнеше түрлері бар екен. Соның ішінен бір сұраққа жауап бере кетейін. Оқушылардың ойын ашық жеткізуіне қандай факторлар әсер етеді, не істеу керек, пікірін ашық айту үшін деген сұрақ келіпті. Мен енді өзім педагогикалық тәжірибеме, кітаптардан оқыған білімдеріне сүйеніп, өзімнің ойымды айта кетейін. Негізгі 3 фактор әсер етеді. Бірінші фактор, яғни біз оқушыға тұлға ретінде қарау керекпіз. Яғни жалпы оқушыға емес, балалардың өзіне кішкентай кезінен бастап біз оның тұлға ретінде, яғни оның өзінің қалыптасқан талғамы бар деген сияқты позицияда тұру керекпіз. Яғни жоғарыдан төменге емес, яғни тең дәрежеде тұрсақ, оның пікірін естісек, қабылдасақ, сырласақ, ақыл кеңес сұрасақ, тіпті біз өзімізді сәл төмендетсек те, одан біз төмен болып кетпейміз. Сен қалай ойлайсың? Ол туралы өзінің пікірін қандай? Я, сен дұрыс айтады екенсің деген сияқты құптауларды көбірек айтсақ, ол баланың өзінің мені де тыңдайды екен ау, шынымен де менің де пікірім бар ау деп сондай яғни позицияда тұрғаннан кейін өзіне деген құрмет сезіне отырып, ол өзінің пікірін қалыптастыра бастайды. Менің ойым осындай деп ашық айта бастайды. Екінші фактор ол жаңағы шешім. Яғни шешімді біз көбіне ата-аналар, ұстаздар өзіміз жасаймыз. Сен осында барасың, осы үйірмеге барасың, осыған сен қатысасың деп шешімді өзіміз жасаймыз көбіне. Себебі ол саған керек, дамуына керек деп. Баланың шешімін біз ысырып тастаймыз. Сол кезде біз ақылдасу керекпіз. Бірнеше варианттар тұр. Сен соның қайсысын таңдайсың? Саған не істеген дұрыс, не жағынды дамытқан дұрыс деген сияқты. Математикадан ба, жоқ әлде тілден ба, музыкадан ба деген сияқты шешімді өзіне, жауапкершілікті өзіне қарата ағыстыру керекпіз. Себебі математикаға дамытуға бармасаң, сен осы жолы онда сәл төменірек болады деген сияқты. Егер ағылшын тіліне үйірмесіне қатысқың келмесе, жарайды, онда келесі жолы шетелге барғанда сол балалар бара тұрсын, біз күте тұрайық, 2-3 жыл күте тұрайық, содан кейін барам деген сияқты сондай бір әдістерді, амалдарды табу арқылы шешімді қабылдатқызу арқылы жауапкершілікті де жүктей білу керек. Сонда ол әр шешім үшін, яғни мен жауапкершілік артамын деп сондай ойда қалады. Нені таңдасам да мен оған жауаптымын деген сияқты. Соны әдетке айналдырып үйрету керек. Үшінші фактор ол еркіндік. Яғни кез келген ойды ашық айту үшін, өзінің пікірін қорықпай ешкімнен айта алу үшін оған еркіндік беру керек. Оның ойнаған кезде де еркіндік беру керек. Бірдеме бүлдіріп жатыр ма, бірдемен эксперимент жасап жатыр ма, кішкентай балалар болады ғой, бірдемен жасап, сол кезде оларға шектеу қоймай, барынша, енді шама келген шектеу қоймай, еркіндік толық беру керек деп ойлаймын. Сол кезде ол еркіндікті сезінген кезде ғана ол өзінің фантазиясы келуі мүмкін, идеясы келуі мүмкін, соны іске асыру мүмкін, кейде болмай қалған кезде оның варианттарын іздеу мүмкін. Сол әсер етеді да көбіне, яғни шектеу үлкен кедергі жасайды. Жаңа айтып отыр ғой, не нәрсе кедергі деп, шектеу кедергі жасайды. Сосын жауапкершілікті біз көбіне өзіміздің мойнымызға арқалаймыз. Яғни жауапкершілікті ақырын балаға да беріп қою керек. Әрбір шешім, әрбір талғам, талдау, таңдау, соның барлығын өзі ғана жауапкершілік артатынын сездірту керек. Сол кезде ол ойында емін-еркін айтуға үйрене бастайды деп ойлаймын. Енді жалпы өз сіздердің пікіріңіз қалай, жаза кетсеңіздер де болады, алып қосарларыңыз бар болса.